Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Кеш жарық. Бізде бәрі жақсы дейсіздер ма? Молодец. Венера, саламатсыз ба? Бізде де бәрі жақсы. Саламатсыз ба, менің жеңгем? Рахмет, барлығы жақсы. Баяғыда Сталабай деп менің әжем. Бәріміз осылай тамақ ішеміз де, бәріміз тұрып кетіп қаламыз, сонда әжем қалып қояды, сонда әжем айтады: Сталабай, бәрі ішіп кетті деп, өзі ыдыс жуып отырады. Ана кесені жуып, сүртіп, баяғыда олай жуып орамалға сүртетін еді ғой. Соны сүртіп отырады, сосын айтады: ертең дейді, өзі айтады. Ертең тұрып кетпесем, бірінші дейді, қайдағы? Бәрі де тұрып кетеміз ғой. Әжем тұрып жүреді, қап дейді, тағы да Сталабай, қалдым дейді. Соғызап, бәрі тамақтарын ішіп кетті, Сталабай отырып қалдым соңында. Сіздерде де солай ма? Сталабаймен қалып қоясыздар ма? Рахмет. Шай тәтті болсын дейсің бе, Мира? Ой. Саламатсыз, ас болсын дейді. Рахмет. Бала кезімізде кім соңында қалады, сол жерде айт дейсіздер ме? Біздің үйде әжем оқып қоятын, постоянно соңында әжем оқып қояды. Сосын жуып отырады ыдыстарын. Ертең мен бірінші тұрып кетемін дейді. Қайдағы тұрып кеткен қалып қояды. Марқұм әжем ай. Дұрыс, барлығы жақсы болсын. Рахмет, приятного аппетита дейді. Рахмет. Не істеватсыздар, не жаңалықтарыңыз бар, не өзгеріс, не өсек дейді екен дейді. Не өсек айтып жатсыздар? Не өсек бар? Қандай өсек бар? Кімнің күнәсін көтеріп жатсыздар? Рахмет, аха. Рахмет. Кеш жарық деді, кімшат кеш жарық. Сізді тыңдағалы өсектен қашатын болдық қойды, молодец. Көсек айтпаңыздар. Сол адамның күнәсін көтеріп аласыздар. Сіз өсек айтпайсыз ешқашан дейді. Мен біреудің күнәсін, зачем ма? Қайтемін? Біреудің күнәсін көтермеңіздер. Пусть өздері көтерсін. Адамдар қазір әдейі істейді. Өздері әдейі бүлдіреді, сосын барып мынау халыққа жібере салады, әдейі. Сосын халық оны абсурдать етеді, халық қырылады бірмен бір, анау как будто түк болмаған сияқты жүреді. Мына жақта себебі халық оның күнәсін көтеріп алды. Түсіндіңіздер ме? Сосын оның күнәсін көтеріп алады, болды.
сіздің барлық кітаптарыңызды алдым дейді. Тағы кванттық дұға жазып шығасыз ба дейді. Рахмет, бәріңіз рахмет. Еген бір заттың екіншісін тауып деймін. Мен білмеймін, нені тыңдаған дұрыс, кімді тыңдаған дұрыс. Мен ондай кеңес айтпаймын ешкімге. Ешкімге ондай кеңес айтпаймын. Әйтеуір өзімнің не айтып жүргенімді білем болды. Түсінесіздер ғой, не айтып жүргенімді білем. Әйтпесе, не айтып жүргенін білмейтін адамдар да бар да. Менің де құлағым бар ғой. Мен өзім точно білем, не айтып жүргенімді білем. Солай, сондықтан ешкімге ешқандай кеңес бермеймін. Ананы тыңда, мынаны тыңда. Жоқ, оны өзі, әр адам өзі қандай өлшемде, сол өлшемдегі адамдарды ғана тыңдайды, солай ол. Солай. Ана айтады ғой, ана. Не дейді? Білесің, адамдарда мынадай бір нәрсе бар. Істе дегенді істемейді, істеме дегенді істейді. Адамдарда сондай бір не бар? Кері қарма, не ол? Өршігіп келеді. Істеме десең, істейді соны, өршігеді. Ал істе деші, істемейді. Брелокты кілтке тағып қойған дұрыс па дейді. Ырыстыға жазыңыздарса, сосын жауап береді, қалай қолдану керек екен. Жақсы ғой, кілтке тағасыздар. Дұрыс айтасыз дейді. Сол ғой, енді шынымен де солай ғой. Жандарым-ау. Бір құмалақ бір қарын май шіртеді дейді. Сол ғой, енді бір еркекке бола еркектер деп байғұс бүкіл еркектерге топырақ шашамыз да, негізі олай емес. Барлық еркек оңбаған емес. Жоқ. Барлық күйеу оңбаған емес. Барлық күйеу әйелін ұра бермейді. Барлық күйеу әйелін жаңағы немене иттен де құстан да өз көлеңкесінен де қызғана бермейді. Олай емес. Бір еркекке бола бүкіл еркектер деп сөйлейміз. Бір әйелге бола әйелдер, қатындар деп сөйлейміз да, негізі. Енді мен оны білмеймін, дұрыс па, дұрыс емес па. Бірақ қашанда солай өзі. Бір негатив, бір жаңалық келсін, соңынан іліп әкетеді ғой. Кванттық физикада 17 секунд деген заңдылық бар да, дәлелденген. Кәдімгі ғылымда дәлелденген 17 секунд деген бар. Подобное притягивает подобное дейді. 17 секундтың ішінде сіз қандай ақпаратты естідіңіз, тура сондай ақпараттарды притягиваете. Если 17 секундтың ішінде сіз жаман ақпаратты көріп, жаман ақпаратты естідіңіз ба, сол ақпарат сондай соған ұқсас ақпараттарды, соған ұқсас жаңалықтарды тартасыз. Ал 17 секундта жақсы нәрсе естідіңіз ба, соған ұқсас, соған жаңағындай нететін, сол жиіліктегі нелерді, жаңалықтарды тартасыз. Болды, это закон. Окей, рахмет дейді. Вот молодец. Түсінді, значит, молодец. Сәлем дейді. Мен сізді көргелі сабақ кітаптарыңыз алғалы көп өзгердім дейді. Өз бауыма түсіп келе жатырмын, күшті дейді. Қазір өзі көп адамдардан қазақта мынадай не бар, түлен түртті дейді. Қазақта сондай дүние бар. Мақал ма, мәтел ма, мен білмеймін. Бірақ қазақта айтады, мынаған бірдеме көрінеді дейді. Айтады ғой, бала кезімізде айтатын. Шошаңдап кеткен кезде айтады, әй, қой енді шошаңдамай, қазір мынаған бірдеме көрінеді, мынаған түлен түртіп тұр дейді. Точно так же. Адамдарда да қазір қазақстандық көп адамдарды қазір түлен түртіп жүр. Енді атын атап түсін түстемей қояйын, түлен түртіп жүр.
ол жақсылыққа апармайды. Солай. Иә, түлен түртті дейтін дейді, Зылиха жазып отыр. Солай, шынымен де солай ол. Ол менің сөзім емес қой. Мен жаңалық ашып жүрген жоқпын. Рас айтам. Жаңалық ашып жүрген адамдар бар шығар, білмеймін мен, бар шығар. Бірақ мен лично өзім жаңалық ашып жүрген жоқпын. Жоқ. Просто сол бұрын біздің қазақ халқында бұрын бар, бұрын ұстанған әдет ғұрып, салт, дәстүр, мынау ғылыми кітаптарда жазылған дүниелерді просто мен соны қопарып деп соны еске түсіріп жатырмын мен, просто и все. Еске түсіріп жатырмын. Жаңалық ашып жүрген жоқпын. Может, жаңалық ашат шығар деп қойды кейде. Может, жаңалық ашат шығар деп қойды кейде. Дәмен бар. Иә. Ол үлкен кісілер қазір де айтады, әй мынаған бірдеме көрінеді әй деп. Қазақ халқының негізі, қазақ халқының интуициясы мықты. Біз именно қазақ ұлтының интуициясы өте мықты. Просто сол жаңа біздің интуициямызды кейбір ақпараттармен, кейбір жаңалықтармен жаңағы тұмшалап былай тұншықтырғысы келіп жатыр да. Бірақ олай болмайды, ол не получится. Ашыңыз деді Жазира, рахмет. Просто былай ғой. Біз ұлттық қазақ халқы, біздің тамырымыз мықты. Біз өзімізге қайтуымыз керек. Мен қазір өздеріңіз Қазақстанда да бақылап жүрсіздер, бір 10 шақты адам бар қазір. 10 шақты адам жүр. Аттарын атамай қояйын. Жан таласып қайтып жатыр да, себебі олар түсінді уже, әлем қалай жұмыс жасайтынын түсініп қалды. Үйлеріне жаңағы қазақы орнаменттерді кіргізіп, қазақы дүниелерді кіргізіп, балаларына қазақша үйретіп, жан таласып жатыр. Почему? Олар түсінді уже. Мынау әлем қалай жұмыс жасайтынын түсінді. Сондықтан да кім өзінің қазақылығынан қашып, кім өзінің қазақылығынан арланып, ұялып, типа менсінбей жүр, ой, қатты өкінетін болады. Өте қатты өкінетін болады. Солай. Себебі әлемнің заңдылығын уже түсініп жатыр адамдар. Сондықтан да қазақилықтан, одан арланбау керек, ұялмау керек. Қазақилық деген не ол? Қазақылық деген өзіміздің салт дәстүріміз ғой, әдет ғұрпымыз болды. Так біздің ұлт сондай бір ұялатындай, ондай қылық жасаған жоқ қой. Ұялатындай, бірдемені бір ойбай айтуға ұят етіп бет шымшитындай, сыбырлап қана айтатындай, ондай нәрсе бүлдірген жоқ біздің халқымыз. Біздің ата тегіміздің артымыз таза біздің. Мен өткенде айттым ғой. Әлімжеттік жасамаған халықпыз. Зорлық, зомбылық көрсетпеген халықпыз. Нақақтан нақақ біреудің көз жасына қалған емеспіз. Біздің халық жоқ. Біреудің мемлекетіне басып кірген жоқ. Иә, бізге сырттан жау шапты, сырттан қысым көрсетілді, зорлық, зомбылық көрсетті. Иә, қорғанды, біздің ата бабамыз қорғанды. Ол айып емес, ол күнә емес. Түсінбейсің бе? Ол күнә емес. Қорғану керек, сақтану керек. Біздің халықтың түп тамыры тазамыз біз. Таза халықпыз, таза ұлтпыз. Енді вот соны кім жоққа шығарғысы келеді? Это өздерінің соры, оған бола сіздер қиналмай қойыңыздар. Түсінесіздер ме? Оған бола сіздер біреудің күнәсін көтеріп алмаңыздар.
өздері бүлдірді ма, өздері жауап берсін да, қайтесіздер біреудің күнәсін көтеріп. Зачем сіздерге? Зачем? Ешкімге ешқандай комментарий жазбайтын адаммын. Жазбаймын. Себебі Құранды өте қатты түсінгенмін мен, мықты түсінгенмін. Кәдімгідей мықты түсінгенмін. Ашықтан ашық айтып тұр Құранда, ашықтан ашық айтып тұр. Оң қолını бергенін сол қолını көрмесін дейді. Біреудің сыртынан әңгіме айтпа дейді. Күнәсін көтерме дейді. Болды ғой. Түсінікті ғой? Түсінікті айтып тұр. Оған бола бір арнайы сабақ алудың қажеті жоқ. Құранды алды, өзің оқы, болды. Ей, жандарым-ау, Алматыға қашан жолыңыз түседі деп. Айгүл, айгүл. Солай, солай. Рахмет, Гүлнара ханым. Алла разы болсын, деді Роза. Сіздерге рахмет. Еститін құлақ болса, айтатын ауыз бар ғой менде. Мынаның бәрі тұнып тұр ғой, тұнып тұр. Сол еститін құлақ болса болды маған. Мен өзі бәлденбейтін адаммын, бәлденбеймін. Құран, кітап әртүрлі бола ма дейді. Білмеймін онысын. Әртүрлі бола ма, білмеймін. Солай. Дүние, ақша, керек ол. Керек қой ол. Керек. Мен никогда керек жоқ деп айтпаппын. Никогда айтпаппын. Ойбай, дүние керек жоқ. Жоқ, керек дүние. Как это дүние керек жоқ? Как это ақша керек жоқ? Керек, дүние керек, ақша керек. Қызметте өсу керек. Марапат алу керек. Сол үшін жасап қойған ғой біз алсын деп. Ондай адамдарға керек жоқ болса, зачем марапатты ойлап тауып керек, не орденді ойлап тауып керек, не медальді ойлап тауып керек, не жай өздеріңіз ойлаңыздаршы. Жай ғана. Ол мысалы қызмет бабымен өспесе, должностығын ойлап тауыпты. Солай емес пе? Солай ғой. Сондықтан да біз деген не істейміз көбіне? Адамдар өздерінің қалауларымен жүрмейді да. Өздерінің қалауымен жүру керек. Өзінің қалауымен жүруден лағып кету деген сөз емес. Лағып кету деген сөз емес, солай емес. Өз қалауымен жүр. Жүрегіңнің қалауымен жүр. Бірақ қарсы бетке өсіп келе жатырған жастарға, жас ұрпаққа бір үйрететін ден дұрыс нәрсең болмаса, енше тыныш жүр, бітті. Менің айтатыным сол. Бірдемен ден дұрыс бірдеме үйрете алмайсың ба? Ден дұрыс бірдеме көрсете алмайсың ба? Ондай болатын болса, бір жеріңді қыста, тыныш жүр. Тыныш жүр, болды. Ондайда мал да олай өмір сүре алады да. Сол малдың ар жақ бер жағында өмір сүру керек та. Тамағыңды ішіп, баратын жерге апарып төгіп тастап, қайтадан ішіп, сөйтіп жүру керек. Ал жастарға көрсететін үлгің болмаса, үйретерің болмаса, болды сол, солай тамағыңды іш та, тыныш жүр, короче говоря. Болды. Себебі қазір жастар деген білесіздер ме, қазір мындай кезең ғой, андай ақпарат өте көп қазір. Ақпарат өте көп. Жастар дейді, балалар дейді, балалар түгіл үлкен адамдардың өздері де кей кездер білмей қалады да, қай ақпаратқа сену керек екен, қай ақпараттың жалған екен. Бала түгіл үлкен адамның өздері білмей қалады. Бала түгілі. Еще балаларға ренжиді. Балаларға қалай ренжисіздер? Жай өздеріңіз ойлаңыздар. Балаға неменесіне ренжисіздер? Балаға ренжудің қажеті жоқ. Бала кінәлі емес. Бала кінәлі емес. Әке мен шеше қандай состояниеде, бала тура сол состояниеде болды. Тура сол состояниеде. Мен анау әйел әлеміндегі көрші деген әңгімемді оқыңыздар. Болған оқиға. Жалпы қалай өзгереді мынау әлем. Сол көршіні оқыңыздар, әйел әлемінде.
сол көршіні оқығаннан кейін өмірлеріңізге өзгеріс енбесе, білмеймін меніңше. Қазіргі жастар өзім білем дегенге түсіп кеткен дей ме? Жоқ, олай емес. Барлық жастар олай емес. Менің балаларым ондай емес, мысалы. Біздің үйдің балалары ондай емес. Сондықтан да барлық қазіргі жастар деп те айтуға болмайды. Кейбір жастар, кейбір еркектер, кейбір әйелдер. Нақты айтыңыздар, бүкіл әйелге, бүкіл еркек атаулыға, бүкіл бала атаулыға, топырақ шашуға, күй жағуға болмайды. Болмайды. Кейбір деп нақтылап айту керек. Кейбір, или атын атау керек, атын атап түсін түстеу керек. Болмайды олай. Түсіндіңіздер ғой? Солай. Иә, кейбір өте дұрыс дейді. Кейбір деп ашып айтыңыздар. Себебі бүкіл еркектер дегеннен кейін білесіздер ма, ертең оның өте қиын болып кетеді сіздерге, өте ауырға түседі. Ертең Алланың алдында бәріміз отчет береміз. Естеріңізде болсын. Барлық еркектер дедіңіздер ма, болды, ертең сол сөзіңіз үшін жауап бересіз әлі. Барлық әйелдер дедіңіз бе, ертең сол сөзіңіз үшін жауап бересіз. Қазіргі жастар деп бүкіл жастарға топырақ шаштыңыздар ма, тура сол үшін ертең жауап бересіздер. Мен оны имам болмасам да, молда болмасам да, уағыз айтпасам да, мен оны түсінгенмін, мен түсінген адаммын. Алла бізге не айтты, не айтып тұр ол. Мен толықтай түсінген адаммын. Сондықтан да атын атап түсін түстеңіздер, или үндемеңіздер. Сол ертең сіздерге жеңіл болады. Шошытпау керек. Ойбай, ертең атата, ертең өлгенде татат. Қайтесіздер? Тірінің күнін жасаңыздар. Тірі адамның ісін жасаңыздар. Тірі адамның. Түсінесіздер ме? Прямо тірі адамның ісін істеңіздер, болды. Вот қараңыздар, мысалы, ертең өліп қаласыз деді сізге біреу. Бүгін істейсіз, вот істеңізші соны, болды. Вот так вот живите и все. Солай өмір сүріңіздер. А вдруг ертең өліп қаламын мен? Так живите, солай өмір сүріңіздер. Нағыз дұрыс нұсқа сол, болды. Түсінесіздер ме? Солай. Сондықтан да жаңалықтар өршіп тұр. Енді білмейміз ғой. Сауатты сөйлеу деген осы екен ғой. Әр сөзіңді бақылауда ұстау. Рахмет. Иә, Венера, өте дұрыс түсініп отырсыз. Өте дұрыс қорытынды жасап отырсыз. Шынымен де солай. Мені тыңдап жүрген адамдарды мен уже сразу білем. Жаңа қосылған адамдарды да білем. Ортасынан кейбір қосылып кетіп, сөйтіп отыратын адамдарды да біліп отырамын. Мен уже комментарийдан мен почти өзім тұрақты тыңдармандарымды аккаунттарды танимын. Солай, сондықтан да әлеуметтік желі деген ол қазір итке де мысыққа да доступный болып тұр ғой. Жай енді қарапайым сөзбен айтқанда дегенім ғой. Итке де мысыққа да доступный болып тұр. Бірақ әлеуметтік желіні өте сауатты қолдану керек. Өте сауатты. Әлеуметтік желі сотка өзімдікі екен, ауыз өзімдікі екен, өзім білем. Жоқ, олай болмайды. Болмайды. Әрине, біреу айтады шығар, мен аузымды жабуға сенің хақың жоқ деп. Иә, менің хақым жоқ, бірақ ұрпақ алдында, не бұдан? Бірақ ұрпақ алдында, мынау болашақ үшін адам өзінің не істеп, не қойып жүргеніне міндетті түрде
Есеп беріп отыру керек. Нұрлыгүл апай, саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Жақсымыз, өзіңіз қалайсыз? Ақмарал, мені танисыз ба дейді. Танимын, бәрін танимын. Саламатсыз, сізді көргеніне қуаныштымын. Акон алма жубасы ма бұта? Да. Гүлжан Атекеңнің шай ішіп отырсыздар ма? Ас болсын. Мен де шай ішіп отырмын. Тәте, мені танисыз ба дейді. Танимын. Айбек Калия, танимын. Тақсың, сіздер де осындайсыздар ма? Шайды дағынса ішіп қоятын. Қараңыздар, саяда шөп шай ғой, соны бар ғой. Соны ішем деп дағанса отырам ғой өзім. Ас болсын апай дейді. Рахмет, Гүлмира, рахмет. Бакал кішкентай екен дейсіз бе? Иә. Әйдік қой менің бакалым қайда, кішкентайынан қараңыздар. Әйдік. Рахмет сізге, рахмет, рахмет. Тәтем бәрін тани дейді, кенже жазып отыр. Рахмет. Үш жыл сізбен біргемін. Иә, білем ғой. Танимын мен. Менше, танисыз ба дейді Насиба. Танимын. Мен де күшті. Зура не дейді? Зура не дейді? Мені де танитын шығарсыз, бірде көл, бірде шөл болып отырады. Жаным, танимын. Танимын. Ничего, нормально ол. Бірде көл, бірде шөл болып отырады. Мен де сондаймын ғой. Я же с характером. Мен характерім, с характерім я. Сондықтан мен көңіл аудармаймын, Зура. Сен қалай жазып отырсың ғой? Көңіл аудармаймын мен. Сен өзім сондаймын ғой. Гүлнара Ажапау дейді. Ажапау. Қашақ. Рахмет. Алланың нұры жаусын сізге. Сіз айтқан сөзлеріңізді қайталап жүріп, өзімде көп өзгеріс болды. Сәт сайын менің денсаулығым жақсы, тарепке өзгеруде. Ой, молодец. Сарбия Базова дейді. Мен дұрыс оқымадым ба айтпесе. Молодец. Ас болсын дейді Сәуле. Рахмет. Оразова дейді. Агрессияға тез бермеу үшін не істеуге болады? Ну, смотря қандай агрессия. Ас болсын дейді. Шайнекті сығып ішеміз ғой дейді. Мә, шайнекті дағанса жетіндер бар біргеміз. Дағанса жем ғой. Наңғараңыздар. Ішем озып отырып. Шай жақсы көрем негізі. Мен деген бір андай өзі бір. Мысалы, томатный сок жақсы көрем, соктардың ішінде. Сосын шөп шай жақсы көрем. Өзім қара шай ішем ғой. Шөп пен шайды жақсы көрем. Сосын сондай бір жақсы көретін нәрселерім бар енді. Гүлжихан, рахмет, танығаз үн үшін қуаныштымын дейді. Ақмарал, не дейді? Гүлнара тәте қызым Наурыз ОПТ-дан 131 балл алды. Ой, молодец. Дария Кешарк тәте дейді. Менше дейді. Әбілбекова. Танимын, конечно, танимын. Бәрін танимын. Күн Сәуле, менше танимын деймін. Бәрін танимын. Ақмарал, мен танисыз ба? Танимын. Жоқ па дегенде дәметкен. Менше танимын деп. Бәріңізді танимын деймін. Маржан, танимын Маржан. Маржан, осы өткенде сізге ма Мансұр браслет істеді? Себебі Маржан деген жазу. Сізге ма Маржан? Бір Маржан дегенге браслет істеп отқан.
Динара, мен парақшамның атын сосын авадағы суретімді өзгерткем. Дұрыс, молодец. Аваға өздеріңіздің фотоларыңызды қойып қойыңыздар. Мені танисыз ба дейді. Танимын, бәрін танимын деймін. Дария, мені ше дейді. Короче, түгел танимын, болды. Мен де танисыз ба деп ойлаймын дейді. Сенімді болыңыз, мен сізді танимын. Мені танисыз ба дейді. Бәріңізді танимын деймін. Бәріңізді танимын. Танысу кеше болды ғой дейсіз ба? Гүлжанат, танимын ғой емес. Гүлжанат танимын ғой. Дәде баға қайда? Мен Ақтөбеден Салтанат тақпы. Танисыз ба дейді, танимын. Мен Қарақалашқа ма? Меніңше дейді, жолдасымның атынан кіремін, рұқсат бермейді, жолдасым тығып жазып алып отыр. Ей жаным-ау. Злиха, меніңше дейді, танимын ғой Злиха. Мен Каракалпачка из Нукуса дейді. Все, түсіндім. Мен сізді жақсы көремін дейді. Мен де жақсы көремін сізді. Мені көп адамдар тыңдайды. Біз ана ютубта анализ жасайтын не бар ғой? Кәдімгі сол жерден қарап отырамыз біз. Көбіне мені шетелдіктер переводпен тыңдайды екен. Шетелдіктер көп тыңдайды. Динара, мен еще Қарағандыға барғанмын Жезқазғаннан. Ой, молодец. Молодец. Керемет, молодец. Менде Мансұрдың бақасы жұмыс жасап тұр. Керемет, Мансұрға менен сәлем айтыңызшы. Дұғай. Обязательно айтам. Ай, жаным. Амандасасың ба? Амансың ба? Сәлеметсің ба десей? Құшақтамадым. Құдай бұл құшақтамадым ба сені? Менің томардай қызым, қараңыздаршы. Мен бүгін құшақтамадым деп қойды. Кет бір жынды қыз. Томардай қызым мен. Сен бейт, сабағыңды ертелік оқыда, ұйықта сосын түні бойы отырмай. Енді оқысай сағат 10-нан кетті, әлі 12-ден уақыт бар ғой. Тез оқыпса. Аша сал. Сабағыңды ертелік оқы, түні бойы отырмай. Көш қой. Мансырға ақсайды дейсіздер ма? Иә. Томардай қыз, томардай. Мені құшақтамадық дейді. Сіздердің де қыздарыңыз сондай ма? 20-да жас. Томардай қыз. Нұрлыгүл, саламатсыз ба? Нара ханым дейді, мен үйімді өзім қалаған бағаға оңай сатқым келеді дейді. Сата салыңызсай. Сата салыңыз, қиналмаңыздар. Мансұр мен Айко ұқсайды, үлкен ұлыңыз сізге ұқсай ма дейді. Үлкен ана үлкен ұлды көрсету қиын болып тұрған, көнбейді. Басы қисайып көнбейді. Фотоға түскенде сразу айтады, мама, мен ешқайда салма дейді ғой. Жарайды, салмаймын деймін. Салмаймын деймін. Құшақтап мені фотоға түседі, мама деп сөйді. Бірақ фото салма дейді. Салмаймын деймін сосын. Әлі алдай болды. Мама салма дейді. Ой, рахмет, Айман, рахмет. Ақжан немерем тәуір боп кетті деп сенемін дейді. Алла жар болсын. Ойымдамаңыздар. Ой, банан қара, ақмыралды қара. Гүлнара Жукина дейді, сізге түрі ұқсайтын балаларыңыз бар ма дейді. Менің қызымның түрі сізге ұқсайды дейді. Мен қызым сізге нағыз ждық қойыншы. Ақмарал, қайдар өзімнің қызымды деп. Деңіздер.
бұрын енем қанша сөйлеп жатса да барынша сабыр сақтауға тырысатын едім дейді. Қазір шыдай алмаймын дейді, сөйлеп қоямын дейді, кейде ауыр сөз айтып қоямын, агрессияға тез беріліп кетемін дейді. Жаңағы агрессияны анықтап жаз деген. Мен тыңдаңыздар, мен сіздерге бірдеме айтайын. Енесімен, енді мен қазір айтам, бірақ көп адамдар маған былай деп айтуы мүмкін, сіздікі таза расчет деп айтуы мүмкін, маған айта берсін. Мен қазір бірдеме айтам, адамдар айтады маған, сіздікі бұл дұрыс емес, сіздікі таза расчет деп. Келсем, мүмкін расчет, но бұл кәдімгі саналы ход деп есептеймін мен. Қазір мен бірдеме айтайын деп тұрмын. Саналы ход бұл, саналы ход деп есептеймін. Пусть расчет болсын, пусть болсын расчет. Но бұдан ешкімге ешқандай зиян жоқ. Наоборот, пайдасы дұрыс көп болады, пайдасы көп. Келіндер, мені тыңдаңыздар, келіндер, енелеріңізбен ұстаспаңыздар. Вот осы нәрсені естіңіздер менен. Ни в коем случае. Енеңіз сізді ит десе де, бит десе де. Ұстаспаңыздар. Енемен, келіндер, енемен ұстаспаңыздар. Енеңіз жынды болса да, білмеймін енді, саудың тамағын ішіп, аурудың сөзін сөйлесе де, ни в коем случае енемен ұстаспаңыздар. Неге айтайын ба? Енемен ұстасу, қызыңыз болса, қызыңыздың тағдырын бүлдіресіз. Вот, енді осы жерде біреулер айтуы мүмкін, бұл таза расчет қой. Мүмкін расчет, мүмкін, бірақ ешқандай шеше баласының тағдырының, баласының өмірінің быт-шыт болғанын қаламайды. Түсініп жатсыздар ма? Ешқандай шеше қаламайды. Анау қазақ бекер айтпаған, баламның табанына кірген шөңгір менің маңдайыма қадалсын деп бекер айтпаған. Түсініп жатсыздар ма? Бекер айтқан жоқ. Сондықтан да қызыңның тағдырының, қызыңның өмірінің дұрыс болғанын қалайсың ба? Енеңмен ұстаспа. Ұстаспа. Мүмкін қазір айтады расчет. Хорошо, расчет болсын. Хорошо. Но бұл сенің қызыңның өміріне тікелей әсер етеді. Түсіндіңіздер ғой? Тікелей әсер етеді. Енеңмен араң дұрыс бола ма? Қызыңның тағдыры тақтайдай болады. Болды. Енді осыдан кейін өздеріңіз біліңіздер. Енемен ұстасу невыгодно. Келіндерге айтам. Если қызыңыз болса, әрине, қызыңыз болса, қызыңыз болмаса өзіңіз біліңіз. Қыздарыңыз бар ма? Енемен ұстаспаңыздар. Айтып отырмын ғой, енді кейбір енелер бар енді. Мен де елден естимін ғой енді. Саудың тамағын ішіп, аурудың ісін істейді дейді, білмеймін ғой енді. Өзім енеме ондай емес, білмеймін мен. Өзім енеме ондай емес. Аллаға шүкір, сондықтан да білмеймін. Бірақ елдер айтады, сол ғой енді. Солай, сондықтан да қыздарыңыз бар ма? Енелеріңіз тірі ма? Енелеріңізбен ұстаспаңыздар. Енді өліп қалған ене болса, ештеңе bitпейді. Жарайды, ондай болатын болса. Ешкім мәңгілік емеспіз ғой, бәріміз өлеміз ғой. Мәңгілік ешкім жоқ, бәріміз өлеміз. Жазып, менің енемен арамыз жақсы дейді, я, олар үлкен ғой, жасы да. Менің 3 қызым бар, молодец. Молодец. Түсіндіңіздер ғой? Қыздарыңыз бар ма? Қызыңыз бар ма? Қызыңыз. Енемен ұстаспаңыздар. Енемен араны жақсартуға тырысыңыздар. Қызыңыз автоматом дұрысталатын жақта. Неге? Анау ағаштың жапырағын қиып, қураған жапырағын дейді, анау бұтағымен, жапырағымен алысқанша, ағаштың тамырын дұрыстай салыңыз.
түсіндіңіз ғой? Ағаштың тамырын дұрыстай салыңыз болды. Тамырын қопсытып, тамырына тыңайтқыштарды қосып, тамырын дұрыстаңыз. Сол кезде мына жақта бұтағы, сабағы, жапырағы жайқалады. Тура солай. Келіндер, енеңізбен араңызды дұрыстадыңыз ба, қызыңыздың өмірі тақтайдай болады. Болды. Ал енді қызыңыз жоқ па, или енеңіз жоқ па? Ондай болатын болса, ничего страшного. Енді енеңіз өліп қалса, енді өліп қалған адаммен ұстаспайсыздар ғой. Өліп қалған адаммен ұстасып жүрсе, енді ол мен білмеймін, ол адамды сау деп есептемеймін мен өз басым. Рас айтамын, өз басым өліп қалған адаммен ұстасу, ол қазақта айтпай ма, өлген адамды жамандауға болмайды деп. Қазақ емес, бүкіл ұлт айтады оны, бүкіл ұлтты айтады. Өлген адамның артынан күпірлік айттыңыздар ма, ауыр сөздер айттыңыздар ма, оның өтеуі өте қиынға түседі. Қымбатқа түсіп кетеді, оның өтеуі қымбатқа түсіп кетеді. Вот солай, сондықтан да өлген адамға ол өлді болды тиіспеңіздер. Сол сіз үшін дұрыс болады. Мен үшін емес, сіз үшін дұрыс болады. Сіз деп енді мен былай оқырмандармен сөйлеп отырамын, енді сіздер ойлап қалмаңыздар, мені маған айтып жатыр деп, олай емес. Солай. Ал ұлдың тағдырын дұрыстау оңай. Қызға қараған кезде ұлды оңай. Ол шеше өзін дұрыстау керек болды. Ұлдық оңай. Қыздікі кішкене жаңағыдай. Сөйтіңіз ғой. Ұлға шешесі бақытты болса болды. Еңіреп жүрген, жылап жүрген, салбыр сатақ болып жүрген, кіргір болып жүрген шеше ұлының тағдырын білдіреді. Сондықтан да шеше өзін өзі дұрыстаса, ұлдың тағдыры дұрысталады. Ол дұрыс, ол оңай. Ұлдық оңай. Түсіндіңіздер ме? Ал қыздығы енемен араларың дұрыстаңыздар. Енді біреулер жазуы мүмкін, енем қайтып кетіп еді, тірі кезінде дұрыс болмап еді, мен не істеймін деп уайымдап кетпеңіздер. Құран оқытып, дұға оқып, қайтқан адамға дұғадан басқа ештеме керек жоқ. Рас айтам. Қайтқан адамға ас беріп, ат шаптыртып, көкпар тартып, байғұс ешкінің ажалына қалып, аттарды шаршатып, көкпар тарту деген оңайсыздар ма? Дейсіздер ме? Көрерім ат болып шапсаңыздар. Өйтіп, жануарды қинап, байғұс ешкіні өлтіріп, жерді жаңағы аттың тұяғы деген қатты жаңа жердің бір слойын бұздыртып, өйтіп не жасауға керек жоқ. Қайтқанымдағы керек жоқ, шындығына келген кезде. Оларға Құран оқып, дұға оқытсаң болды. Қайтқан адамға ас та керегі жоқ, оларға көкпар да керек жоқ. Ас қой, өтіріп келді. Әлде өтіріп пе? Рас қой. Қайтқан адамды білмеймін, өз уақытынан естімеппін, кеп сені ас бермедің, көкпар тарттырмадың деп өкпелеп кетті деген естіген жоқпын. Құдай берген. Мансұр, міне сенің сотың бұта? Сотың іздеп жүрсің бе? Ал. Солай. Жақсы.
Бәріңізге рахмет. Осы кейбір сұрақтарға таң қаламын. Қайырлы түн дейді. Қайырлы түн. Солай? Қызым күйеуімен дұрыс болмай жатыр. Қызымның жұмысы жүрмей жатыр. Қызым жаңағы жұмыс таппай жүр. Қызымның жолы болмай жүр деген шешелер болса, егер де енелеріңіз тірі болса, енелеріңізбен араларыңызды тездетіп дұрыстаңыздар. Бұл расчет шығар, может быть. Мейлі. Ел не дейді? Мейлі. Но таяқтың екі ұшы бар да. Срочно. Егер де енелеріңіз тірі болмаса, Құран оқытып, дұға оқытып жеріңіздер болды. Оған бола ана ат шаптырып, міндетті емес. Мешітке барып оқытыңыз, үйде де оқытыңыз. Білмеймін, баяғыда менің әжем айтатын, марқұм, Құран ол өзі тау болады дейді. Сөйтіп айтатын. Өзі әжем бейсенбі жұмада үйде кәдімгідей шай ішкеннен кейін Құран оқитын, біз отыра алатынбыз. Астан кейін болдыңдар ма? Болды, ал енді мені Құран оқып жүрейін дейді. Құран оқып жүретін. Мен бала кезімнен Фатиха, Ықылас сүресін бала кезімнен жатқа білемін мен. Бала кезімнен жаттап алғам. Себебі әжем намаз оқыған, әжем жаңағы Құран оқитын, содан жаттап алғам бұл. Бала кезімнен білемін мен. Бала кезімнен жатқа білемін. Фатиханы, Ықыласты бала кезімнен жатқа білемін. Болды, сонда айтатын. Сол кезде сол ана қайтқан аталарымыздың атын айтап отырған кезде мен балалық қой енді. Мен де бәріміз сұрайтынбыз. Ой, қалай барады ол? Ата жоқ қой, өліп қалды ғой деген. Біз сол кезде айтатын, Құран тауып алады дейтін. Болды ғой. Сол сөз болды ғой. Сондықтан да қай жақта отырып дұға оқытсаңыз да ол тауып болады. Ол не обязательно прям басына барып оқыту керек. Не обязательно тамның басына барып оқыту. Жоқ, міндетті емес ол. Міндетті емес. Кімге оқытып отырсыз? Именно соның есімімен әкесінің есімін атасыз, болды. Соған арнадым, соған арнайы, соған бағыштадым бұл Құранды деп. Все, қайтқан адамдарға Құран дұғадан басқа ештеңе керек жоқ. Ой, Динара, рахмет. Солай болды. Сондықтан да енеңізбен араларыңыз дұрыс па? Келіндер, енелермен дұрыс па? Қызыңыздың болашағын вообще уайымдамаңыздар. Ал өзіңіздің қарым-қатынасыңыз жақсы ма? Ұлыңыздың өмірін уайымдамаңыз. Болды? Қиын ба? Қиын емес. Оп-оңай. Мен ең қысқа жолды айтам. Елдің басын қатырмаймын. Потому что мен өзім жақсы көрмеймін, мен басымды қатырған. Мен оны рас айтым, ұнатпаймын. Квантум физикада да толып отырған заңдылықтар бар. Соның ішіндегі ең оңай, ең қысқасын жасаймын, болды. Ең қысқасын жасаймын мен. Айтады мысалы, міне мынау бәрі жұмыс жасайды дейді. Жоқ болсын, ең қысқасы қайсы мынау, болды осы дейді. Болды. Все. Менің өмірім бір вечный еді. Өмір бақи жазып отыра беретін. Менің өмірім бір мәңгілік беді. Таңның атысы, күннің батысы аффирмация айтып, жағым қарысқанша сөйлейтін. Жай өздеріңіз ойлаңыздаршы. Таңның атысы, күннің батысы, арманды көшіріп жазып атырым. Сонда мен өмірімді қашан сүрем? Жай өздеріңіз ойлаңыздар. Қашан өмір сүрем? Кішкене былай ойлау керек қой. Таба сап берген бе баку? Таба сап берген бе? Ау?
Тамақ жемейсің ба? Жейм, келе ғой. Келе ғой, Макон. Солай. Мен андай не люблю, андай қиындатқанды. Ол армандарды 100 рет көшіріп жазады екен. Шағым қарысқанда аффирмация айтады екен. Шындымын ба мен? Шындымын ба? Ана 100 арманды көшіріп шыққанша талдыс болады ғой. Өздеріңіз ойлаңыздар. Талдыс болады ғой, талдыс. 100 арманды, мынау саусақтан не қалды, мына байғұс саусақтан не қалады? Ойлаңыздар шай ғана. Талдыс болады ғой. Сосын түстен кейін уақыт тез өтіп кетеді. Не істеймін? Ештемеге үлгермейсіз ғой? Дегенде күн батып кетеді ғой уже. Солай күліп жатсыздар. Білмеймін, өзім солай ойлаймын, болды. Әлемде логика жоқ деп отыр. Әлемде логика жоқ дейді, әлемде уақыт жоқ дейді. Болды ғой. Болды ғой. Уақыт жоқ екен, логика жоқ екен, болды, маған жетеді сол. Все, мен түсініп алдым. Былай екен, болды, давай, тартамыз. Бітті. Ол әлем менің жазғанымды түсініп жатыр ма? Менің жазбағанымды біліп жатыр ма? Болды ма? Келе. Отыра, тамағымды берем. Жақсы, сау болыңыздар.